Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Қанапина Беғанша Төлеуханқызы. Салғастырмалы грамматика пәні, сабақтың тақырыбы қазақ және орыс тілдеріндегі есімдіктер. Есімдік сөздер заттың сынын, санын, я олардың аттарын білдірмейді, бірақ солардың орнына жұмсалады. Есімдік сөздер белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама түрде меңгеру арқылы білдіреді. Есімдік сөздер қазақ және орыс тілдерінде үшке бөлінеді. Есімдік зат есімдер, есімдік сын есімдер, есімдік сан есімдер. Есімдік зат есімдер сөйлемде зат есімнің орнына жүреді. Мен, я, сен, ты, кім, кто, нешто, өзін, себя, біреу, некто, ешкім, никто. Есімдік сын есімдер сөйлемде сын есімнің орнына жүреді. Есімдік сан есім сөйлемде сан есімнің орнында жүреді. Қанша, сколько, түгелі, весь. Есімдік сөздердің нақтылы мағыналары өздерінен бұрын айтылған сөйлемде жалпы сөйлеу арқылы айқындалады. Қазақ тілінде есімдік мағыналарына қарай мынандай топтарға бөлінеді: сұрау есімдіктері, сілтеу есімдіктері, жүктеу есімдіктері, өздік есімдік, белгісіздік, болымсыздық және жалпылау. Жүктеу есімдігі есімдіктің бұл аттарына мен, сен, сіз, біз, сендер, сіздер, ол, олар есімдіктері жатады. Жүктеу есімдігі сөйлеушіні немесе сөйлеп тұрған адамды нұсқайды. Есімдік мен сөйлеушіні білдіреді, есімдік ол және есімдік сен. Өздік есімдігі возвратное местоимение. Орыс тіліндегі сияқты қазақ тілінде де бір ғана өздік есімдігі бар: себя, өзім. Екі тілде де өздік есімдігі түрде формада болады. Қазақ тілінде өздік есімдігі беске бөлінеді. Осы шақ формасында өз, орыс тілінде бір ғана өз есімдікті білдіреді: өз ойы, своя мысль, свое мнение, өз пікірім, өз кітабы, своя книга. Өздік есімдігі жақтарға өзгеріп отырады. Орыс тілінде сам, өзім, я сам, өзі, он сам, өзін, ты сам, өздері, они сами. Өз есімдігі атау септігінде болса, бастауыш пен баяндауыштың рөлін атқарады. Өзім айтамын, өзін бар, кеше келген өзі. Қазақ тіліндегі өздік есімдігінің орыс тілінен айырмашылығы өз ілік септігіндегі формада болады. Кімнің ше? Өздік есімдік атау және ілік септігінен басқа септіктермен де септеле береді. Тәуелдеу есімдігі притяжательное местоимение. Орыс тіліндегі притяжательное местоимение мой, твой, наш, ваш, свой. Менің, сенің, сіздің, оның, біздің. Бірінші шақта мой, наш, менің, біздің. Екінші шақта сенің, сіздің, мен өзімнің домымен ойнадым. Үшінші жақта ілік септігі рөлін атқарады. Сілтеу есімдігі. Сілтеу есімдігі бір нәрсені сілтемелеп көрсету үшін қолданылады. Қазақ тілінде қолданылатын сілтеу есімдіктердің саны 10-ға жуық. Бұл, осы, ол, сол, анау, сонау, мына, мынау, міне, әне. Орыс тіліндегі сілтеу есімдіктеріне мыналар жатады: это, тот, такой, таков. Қазақ тілінде орыс тіліндегіндей ана, сон, ол, сол, сона есімдігі болып қолданылады. Сұрау есімдігі. Қазақ тілінде орыс тіліндегідей сұрау есімдіктері затқа сілтемейді, ешқандай сұраққа жауап бермейді. Орыс тілінің сұрау есімдіктері что, какой, который, чей, сколько болса, қазақ тілінің сұрау есімдіктері кім, не, қанша, қай, қайсы, қандай, қалай, қашан, қайда, қайда. Сөйлемде сұрау есімдігінің реті қазақ тілінде орыс тілінен өзгеше. Сұрау есімдігі бастауыш, толықтауыш, пысықтауыш болғанда соңғы сөздің алдында тұрады. Мысалы, конференция қашан болады? Сұрау есімдігі баяндауыш болғанда онда ереже бойынша сөйлемнің ең соңында келеді. Мысалы, оқулық кімде, кітапхана қайда? Сұрау есімді анықтауыш болғанда сөйлемде анықтайтын сөздердің алдында келеді. Мысалы, студенттер нешінші вагонмен келеді. Болымсыздық есімдігі. Болымсыздық есімдігі белгілі бір қасиеттің сол нәрседе жоқ екендігі көрсететін есімдік. Бұл есімдіктің қолданылуы екі тілде де бірдей. Олар сұрау есімдігіне орыс тілінде не демеулік шылауы қосылады, ал қазақ тілінде еш демеулік шылауы арқылы жасалады. Ешкім, ештеңе, ешқандай, ешкімнің. Белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігі орыс тілінде сұрау есімдігінің қатысымен оларға демеулік шылаулар, қосымшалар және не белгісіздік шылаулар арқылы жасалады. Либо то, нибудь, кое. Белгісіз есімдіктеріне некто, некоторый, несколько, кто-то, что-то, кое-кто, кто-либо, что-либо, кое-что жатады. Қазақ тілінде бұлар біреу, кейбіреу, бірдеңе, әркім, әрне, кімде-кім, әлде-кім және тағы басқалар. Белгісіздік есімдігі орыс тілінде затқа бағытталады, белгісін көрсетеді. Кейбір немесе мөлшерін бірнеше, несколько білдіреді. Орыс тіліндегі некто, нешто есімдіктері белгісіздік есімдігі сияқты септелмейді. Олар үнемі тек қана атау септігінде тұрады.